Автокредит машинені тартып алды. Не істейсіз? Сіздермен бірге заңгер Шыныбаев Марқұлан. Бүгін автокредит туралы сөйлесеміз. Яғни көлікті, егер сіздің көлігіңіз тартып алса, не істейсіздер? Бірінші кезекте, егер сіз кредит алсаңыз, машинеңіз кепілде тұрса, және кредитті төлей алмай қалсаңыз, сізге жаңағындай банктен, болмаса микрокредиттік ұйымнан адамдар келуі мүмкін, жұмыскерлері. Осы машинаны тартып алу үшін. Бұл кезде бірінші кезекте айтатын, машинаны ешқашан бермеңіздер. Тығып қоясыздар ма, білмеймін, басқа жерге әйтеуір машинаны бермеуге тырысыңыздар. Ал машинаны алып кетсе, онда басқа жағдай. Машина алып кетсе, не істейсіздер? Осы сұраққа жауап берейік. Жауапқа көшпей отырып, лайк, комментарий, колокольчик және бөлісу ұмытпаңыздар, Егер алып қойса, машина не істейсіздер? Алып қойса, бірінші кезекте сіз бұл машиненің нарықтық бағасын шығаруға тырысуыңыз керек. Оценщик жалдап, банк өзін алып қойды, штраф стоянкасына қойды, өзінің стоянкасына алып келіп, оценщикті бағалауыңыз керек машинені. Не үшін? Өйткені банк оны арзан бағаға сатып жүруі мүмкін. Сол арзан бағаға сатпау үшін банк өздігімен оған оценка жасатыңыздар міндетті түрде. Қолыңызда қорытынды болады, жаңағындай оценканың, машина қанша тұратынын. Сосын кейін осы оценканы көшірмесін тіркей отырып, банкке не жазуыңыз керек? Хат жазуыңыз керек. Айналайын, сен машина алып алдың ғой? Алып алдың. Енді осы машинені сат осындай бағамен, жаңа нарықтық бағамен. Сөйтіп нарықтық бағамен сатуын талап етуіңізге болады. Талап еткеннен кейін, нарықтық бағаға сатылғаннан кейін, осықты нарықтық бағамен жаңағындай кредитті не істеуге төмендетуіңіз сұрауыңызға болады. Яғни сіз мысалға 5 миллионға машина алдыңыз, 3 жылдан кейін төлей алмай қалдыңыз, төлей алмағаны банк алып қойды. Сөйтіп сіз оценка жаттыңыз. Оценка жатса жаңа көлігіңіз бір 4 миллион болуы мүмкін. Болмаса ол қымбатта кетуі мүмкін, 6 миллион, 7 миллион болып кетуі мүмкін. Ондай да бар ғой. Сондықтан оценка жазып, жаңағындай нарықтық бағасынан сатқызып, разницасын сіз өзіңіз алсаңыз болады. Ал егер төмен болса, төменгі мысалға 5 миллион болса, 4 миллионға жаңағында оценка болса, сіз миллион теңге ғана қарыз болуыңыз керек. Солай жасаудың амалын жасау керек. Содан кейін көлік сомасын, несиені қысқартуды талап етсеңіз болады. Мысалы, сізге оценка жасамай, егер мысалы машинаны тартып алып кетті, бірақ сатып жүрген кезде 2 миллион теңге сатып жүрсіз машинаны. Ал машинаның нарықтық бағасы 4 миллион. Сіз не істеуіңізге болады? Сотқа берсеңіз болады банкта. Банкта сотқа беріп, жаңа 2 миллион емес 4 миллион бағасы болған машина. Сондықтан жаңа сіздің сатқаныңызды заңсыз деп тану туралы. Банктың жаңағындай сатып жүреді сіздің келісіміңізсіз. Сол сатудың өзін заңсыз деп танып, нарықтық бағасын шығарып, анандай жаңағындай машиненің 4 миллионға бағалап, 4 миллионға машинаны өткізетіндей жасауға болады, талап арыз қою арқылы. Осындай іс-әрекеттер арқылы сіз машинаны тартып алғанның өзінде де машиненің құнын шығарып, сол машиненің құнын жаңағындай сіздің қарызыңыздан алып тастауын талап етсеңіз болады. Не үшін? Өйткені қазіргі кезекте сондай азаматтар өте көп. Жаңағындай несие алған, төлей алмай қалды, машинесін банк тартып алған, бір копейкаға сатып жүрген, машине де жоқ, кредит мынандай төлеу керек. Түсіндіңіз ғой? Осындай тығырыққа тірелмеу үшін, осындай жаңағындай банкротқа тірелмеу үшін, егер машинаңызды алып алса, бірінші кезекте оценка жасатыңыздар. Екінші кезекте письмо, хат жаңа банкке, жаңағындай қарызыңызды қысқарту туралы. Үшінші кезекте сатып жүрсе, онда банктың іс-әрекетін обжаловать етіңіздер сот арқылы. Түсіндіңіздер ғой? Осылай сіз өз құқықтарын өзіңіз қорғап үйреніңіздер. Өйткені жай машинаны бере салып аяға қарап отырған болмайды. Машина алып кеткеннен кейін оны қандай бағаға сатты, қандай минустар болды машинаның, амортизациясы қанша болды, соның бәрін өздеріңіз қадағалауларыңыз керек. Сонда ғана сіз банкке мынандай сума қарыз болмай, енді былай айтқанда ең жоқ дегенде сол
машинаңыздың сомасына қысқартсаңыз болады. Түсіндіңіздер ғой. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Егер тақырып пайдалы болатын болса, ұнап жатса, колокольчик басып, комментарий басып, жаңағыдай жүрек басып бөлісе отырсаңыздар. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Сау саламатта болыңыздар.